Қандағы қант мөлшерін арттырып, ағзаны қант диабетіне алып баратын өнімдер туралы білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Диабет гректің сүзгіден өту, яғни сүзілу деген ұғымды білдіреді. Қант диабеті ұйқы безінің бета-клеткаларының инсулинді аз мөлшерде шығаруымен, осы инсулин гормонының жетіспеушілігінен пайда болатын және осы себепті барлық зат алмасу түрлерінің, айрықша қант алмасуының бұзылуымен сипатталатын ауру. Қант диабеті инсулинге тәуелді, яғни инсулинге зависимый, инсулинге тәуелсіз, инсулин независимый болып екі түрге бөлінеді. Ең бастысы себептердің бірі тамақтану салтының өзгеруі. Атап айтқанда, қантқа тез айналатын көміртегі бар тағамдарды шектен тыс пайдалану болып табылады. Сол сияқты қажеттен артық тамақтану және дене еңбегімен шұғылданбау семіздікке әкеліп соқтырады. Қант диабетінің көп таралу себептерінің бірі де осы семіздікке телінеді. Сырқатқа шалдығудың көп себептері тұқымдық бейімдеушілік екенін де айтып өткен жөн. Тұқым қуалаушылықтың әсерінен қант диабеті балалар арасында өте көп таралып отыр. Тағы бір себебі экологиялық жағдайдың бұзылуы, химиялық өндірістің, фосфор қорғасын зиянды әсері. Бұл ауру жас талғамайды. Әйтсе де бұл сырқат егде адамдар арасында көп кездеседі. Оның басты себебі организмді қоректендіретін қан тамырларының, әсіресе ұйқы безіне келетін тамырлардың қан жүргізу қабілетінің азаюы. Қант диабетінің кең таралуына ұйқы безінің қабынуы, зақымдануы және ісіктердің пайда болуы да әсер етеді. Ғалымдар осы уақытқа дейін ауру қоздырғыштарды таппай отыр. Олар қант диабетінің пайда болу себебі генетикалық бұзылыстар немесе вирустық инфекция деп санап отыр. Алайда көп зерттеу барысында осы жауыз ауру туралы бірнеше деректер анықталынған. Диабетпен қан алуы тамшылы немесе жыныс жолы арқылы жұқтыру мүмкін емес. Тұқым қуалаушылық бейімділігінен пайда болады. Ата-аналарының біреуінде осы ауру болған жағдайда балаларында бірінші типтегі диабет 10%-ға, екінші типтегі диабет 80% болуы мүмкін. Азық-түлікке тәтті тағамдарды көп пайдалану диабет туғызбайды. Бірақ ауру туғызатын қауіпті көп көтеретін семіртеді. Факторлары жүйке күйзелісі, өмір салтында аз қимылдау, дене салмағының төмендеуі, тағы басқа аурулар. Егер сізде осы факторлардың бірнешесі қосылса, ауру қаупі жоғарылайды. Қант диабетінің балалардағы ерекшелігі. Ауру қатты екпінді басталады. Балаларда аурудың жеңіл түрі кездеспейді. Асқынуға бейімді келеді. Бұл қауіпті асқынулар гипергликемия және гипогликемиялық комалар. Екі типтегі диабетте де қанда қант деңгейі жоғарылайды. Гипергликемия пайда болады. Қант диабетінің бірінші белгілері пайда болады. Ол ауыздың құрғауы, қатты шөл, тез несеп шығару. Осы құбылыстардың себептерін қарап шығайық. Тамақ ішіп болған соң кісілерде қандағы қант деңгейі жоғарылайды. Бірақ диабетиктерде инсулиннің жетіспеушілігінен диабеттің бірінші типі немесе клеткалардың қабылдамауынан екінші типтегі диабет бұл қант клеткаларға барып түспейді. Қанда глюкоза көп, бірақ клеткалар аш қалып, жеткіліксіз тамақ туралы белгі жіберіп отыратын жағдайларда туындайды. Бұл белгілерге ағза бауырдағы қант қорларын жіберіп жатады. Бірақ ол да клеткаларға түспейді. Нәтижесінде ағза майларды жара бастайды. Жару нәтижесінде кетондық денелер пайда болады. Ол яғни ацетон, ацетальдегид, түрлі қышқылдар, клеткалар көптен күткен энергияларын алады. Бірақ қанда қышқылды баланс бұзылады. Соның салдарынан кетоцидоз, яғни ағзаның қышқылдануы пайда болады. Бұл жағдайда емделмеген жағдайда коматоздың жағдай және өлімге алып келуі мүмкін. Қант ауруының алдын алумен шұғылдана отырып, сіз әрі денсаулығыңызды нығайтасыз. Әсіресе жүрек тамыр жүйелерін. Қант диабеті жүрек ауру қаупін орташа есеппен алғанда 3 рет, ал инсульт қаупін 5 рет жоғарылататын көрінеді. Зат алмасудың бұзылуы арқасында жүрек тамыр қабырғалары қалыңдап,
тығыздала бастайтын атеросклероз пайда болады. Диабет кезінде есте сақтау, жады және мидың басқа да қызметтері бұзылады. Сондықтан алдын алу сізге ұзақ уақыт бойы мидың толық жұмыс істеуін сақтайды. Диабет ер кісілердің де, әйелдердің де жыныстық өмір жағдайына кері әсер ететінін айту керек. Алдын алу салауатты өмір салтына өтумен қорытылады. Артық салмақтан құтылу, дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдану, май мен қантты пайдалануды төмендету қажет. Егер сізге 40 жастан жоғары, сізде артық салмақ немесе сіздің туысқандарыңыздың ішінде диабетиктер болса, қандағы қант деңгейін жүйелі түрде тексеріп тұру қажет. Екінші типтегі қант диабетінен қалай сақтану керек? Дұрыс тамақтану. Майлы тамақты аз, өсімдік талшықтарын көп пайдалану керек. Күніне жеміс жиделермен 5 рет тамақтаныңыз. Көмірсутегіне бай азықтарын көп пайдаланыңыз. Бұл қанға глюкозаның жетуін бәсеңдетеді. Холестериннің деңгейі төмендейді. Сондықтан ірі тартылған ұнның нанын, макарон өнімдерін, күріш, жемістер, сұлы, арпа, қырыққабат, қарақұмық, картоп жеңіз. Кішкентай порциямен әр 4 сағат сайын тамақтануыңызға болады. Бұл ішкен тамақты қорыту үшін қанды қажетті инсулинмен қамтамасыз етудің ең жақсы тәсілі. Қант пен тұзды пайдаланбаңыз. Кішкентай жеген қанттың өзі қандағы қант деңгейін аспандатып жіберуі мүмкін. Ал тұзды тамақ тез қан қысымын көтеріп жібереді. Өз салмағыңызды қалыпты ұстаңыз. Тез жүру семірудің бірден бір емі. Аптасына 5 рет дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданатын кісілер қант диабетімен ауыру қаупін дәрежесін 50%-ға дейін төмендете алады. Кез келген ауа райында күніне 4 км жаяу жүріңіз. Дәрумендер қабылдап күйземеңіз. Ал қант диабетін анықтаған күннен бастап алдын алу қажет. Қауіп фактор тобына жатады. Ары қарай жылына 2 рет эндокринолог бақылауында бақылану. Арнайы мамандардың кеңесінен невропатолог, окулист, кардиолог, нефрологтан өту қажет. Белсенді салауатты өмір салтын ұстану қажет. Дені сау болу бұл адамның табиғи ұмтылысы. Белгілі болғанда жоғары гликемиялық индекске ие тамақтарды жеу зат алмасудың бұзылуына әкеледі. Сонымен қатар ондай тағамдар қарынды аштырып, майдың жиналуын белсендіреді. Гликемиялық индексі жоғары тамақты жеу екінші деңгейлі қант диабетіне шалдықтырады. Ондай тағамдардың қатарына тәттілер, бидай ұнынан пісірілген бәліштер, картоп, күріш, кеспе, газдалған сусын, сондай-ақ жылдам дайындалатын ботқалар жатады. Одан басқа бұл қатарға сәбіз, қауын мен қарбыз сынды жеміс жидектерді де қосуға болады. Сондай-ақ диетологтар артық салмақ жинамас үшін таңғы асты дұрыстап ішуге кеңес береді. Оянған соң бірден 1 стакан су ішкен абзал деп отыр. Су метаболизмді іске қосып, тамақ ішпеген бірнеше сағат ішінде организмдегі сұйықтықтың мөлшерін қалпына келтіруге көмектесіп, тамақ ішуге асқазан сөлін бөліп жол ашады. Жоғарыда айтылған өнімдерді тұтынуды шектеп, спорт түрімен айналысыңыз. Күнделікті тамақтану рационыңызға мән беріңіз. Жылына 2 рет дәрігердің тексерісінен өтіп, кеңесіне жүгініңіз. Салауатты өмір сүру салтын ұстаныңыз, зиянды әдеттерден аулақ болыңыз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.